Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай өте оңай болып пісетін вареньеден жасалған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен еріп тұрған, яғни бөлме температурасында еріген сары майымызға осылай ұнды қосып қамыр илейтін боламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өтуі керек. Әрі қарай қалған ұнымызды саламыз да үстіне қамыр қопсытқышпен қантымыз салып, қамыр илеуімізді жалғастырамыз. Қанты мен майымыз жақсылап ұнға араласқаннан кейін үстіне бір жұмыртқа салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз егерде қолымызға қатты жабысып икемге келмей жатса, онда аз-аздан ұн қосуға болады, бірақ өте көп қоспаңыздар. Әйтпесе қамырларыңыз, пирогтарыңыз қатты болып пісіп қалатын болады. Мінекей осылай жұмсақ болу керек. Пакетке салып 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Қамырымыз холодильникте 30 минуттай тұрды. Осындай азғантай бөлігін бөліп алып қалыңыздар, және қалған бөлігін осылай формаға орналастырамыз. Форманың астын міндетті түрде майлаңыздар, немесе алмалы-салмалы форма болса, онда пергамент қағазын төсеңіздер. Осылай формаға қамырымызды орналастырғаннан кейін үстіне үйдегі өздеріңіздің қолданып жүрген вареньені қолдансаңыздар болады, немесе джем қолданыңыздар. Негізінде вареньелеріңіз онда қатты сұйық болмау керек. Осындай қою түрін немесе қою бөлігін алып қолдансаңыздар болады. Және жаңағы алып қалған бөлігін осылай бетін жабатын боламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын. Өте оңай әрі тез жасалады. 180 градуста қызып тұрған духовкада 30 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.